Расул мен Әсемнің араларында не бар? Сәлем оқырман. Ақтөре мен Әсемнің ара қатынасы нақты тоқтады ма? Ол бір үлкен сұрақ. Ақтөре жай қызды жібере салғанына сенгім келмейді. Қанша дегенімен де ара қатынастары 2 жылға жуық болған еді. Сырғасы салынып, жұртқа жария етіп той болады деп қойған еді. Бәрі бір мезетте жойылып кеткені ме? Қызық. Әсемге негізі жобада біраз жігіттің көзі түсіп жүргендей. Әсіресе Расул деген жігіт, Әсемнің өзі сол жігітті басында түртіп айтып кеткен еді. Менің типажымдағы жігітке Расул келеді деп. Екеуі үйлесімді былай қарасақ, бір-бірінің қастарынан шықпай қоймады. Бәрі қосып бастаған секілді, соған қатысты бір жазбасын қалдырды Әсем. Оқып көрейік, еңбектеріңізді бағалап алып жатырмын историяға. Бірақ енді бұлай қоспаңыздар, бұл кісімен 2 бөлек адамдармыз, деді Әсем. Сондайдан басталады ғой таныстық, алда енді көре жатармыз. Ал кеше эфирде болса Әсем айтқан еді, Ақтөремен реніштерді жіберіп жақсы қоштастық деп. Қызға қарасаң бір мұң бар ішінде. Негізінде Ақтөрені күткен секілді үйленуге ұсынысты жасайды деп. Бірақ жүргені жүрген, Ақтөре жас баладай жасап жүрген тірлігі өтірік бір хайп секілді. Сіздер қалай ойлайсыздар? Ақтөре мен Әсемнің қарым-қатынасы туралы әңгіме әлі де көпшіліктің назарында. Қанша уақыт бірге болып, сырға салынып, тойға дайындық жасалып, соңында бәрінің бір мезетте аяқталуы жұртты таңғалдырмай қоймайды. Әсемнің кейбір жігіттермен жиі көрінуі, әсіресе Расулмен ара қатынасы да қызық жайды. Олардың бір-біріне жақындығы байқалды. Тіпті Әсемнің өзі бастапқыда Расул туралы жылы пікір білдіріп еді. Бірақ кейіннен ол екеуінің ешқандай қарым-қатынасы жоқ екенін ашық айтты. Осындай сәттерден көбіне жаңа бастамалардың негізі қаланып жатады, уақыт көрсетеді. Ал Ақтөреге келсек, оның әрекеттері 2-3 әсер қалдырады. Бір жағынан, шын мәнінде қарым-қатынас аяқталды дегендей көрінеді, бірақ кейбір қылықтары хайп сияқты болып та көрінеді. Әсемнің жүрегінде өкініш немесе күту сезімі бары байқалады, бірақ ол болашақта не боларын өзі де білмейтіндей. Бұл оқиғаның қалай жалғасатынын уақыт көрсетеді. Бір нәрсе анық, көпшіліктің қызығушылығы әзірге басылар емес.